Енді Ережеп Пермебай ағамыз туралы көп нәрсе айтуға болады. Біздер енді бала кезімізден ағамызды көре қалдық. Көптеген атағы бар ағамыздың. Ауданда осы жалпы аудан 73-ші жылы құрылды. Биыл 2023 жылы ауданның 50 жылдығын атап өткелі отырмыз. Осы Пермебай ағамыз осы ауданның аудан болып қалыптасуына, саяси экономикалық дамуына зор үлес қосқан азаматтардың бірі. Енді өмір бойы бұл азамат ұстаздық еткен жалықпас деген әлі күнге дейін осы біздерге берері көп. Ағамыздың ақыл кеңестері бар. Біз әрдайым енді ол ағамызбен кездесіп тұрамыз. Енді ауданымызда ұстаздардың ұстазы дейтін бірнеше азамат бар. Соның бірі Ережеп Пермебай ағамыз. Мұғалімдер көп, ұстаздары демекші. Осы Пермебай ағамыз өзінің білім беру саласының дамуына ауданның жалпы үлкен бір өзінің үлесін салды. Содан кейін барып, енді жалпы білім беру саласының, спорт саласының дамуының іргетасын қалаушылардың бірі деп айтуға болады. Енді Пермебай ағамыз көптеген атақтары бар. СССР Кеңес одағының кезінде ағарту саласының үздігі, ауданның құрметті азаматы, спорт ардагері, енді тағы да аталмағандар бар өте көп. Енді бұл кісіден көп нәрсені үйренуге болады. Енді 61-ші жылы оқуын бітіріп келіп, ауданның осы ең шалғайда орналасқан елді мекендердің бірі Сам өңірінде ұстаздығын бастаған. Содан кейін ауданда білім беру бөлімінің меңгерушісі болған. Содан кейінгі барып, жаңа бізде екі колледж бар, политехникалық, гуманитарлық колледжер. Сол жерлерде қызметін атқарған, ұстаздығын жалғастырған. Бүгінгі таңда енді зейнеткерлікте. Дегенмен бұл ағамыз осы қоғамдық әртүрлі іс-шаралардан қалмайды. Соның ішінде спорттық іс-шаралардан. Енді көптеген жастарға шындығында өзіндік спортта да, өмірде де өзінің білген үйретіп, көптеген жаңағы баскетбол, волейбол командаларын осы көптеген жастар тәрбиелеген. Енді ол ағамыздың тәрбиелеген шәкірттерінің өзі бүгінгі таңда зейнеткерлікке шығып жатыр. Енді 61-ші жылы келіп, биыл 62 жылдан бері ол шәкірт тәрбиелеп келе жатқан адам деп айтуға болады. Ағамыз енді спортқа келетін болсақ, ағамыздың өзінің ширақтығын оның замандастары да айтып отырады. Кезінде Әмин Тұяқов ағамызбен бірге жаттыққан, осы жеңіл атлетиканың спорт шебері. Сол ағамыздың енді бір айтатын, біз енді футбол бар, күрес бар, ауданда енді спорт жағынан біздер жетістіктеріміз өте мол. Айтып өтетін болсақ, енді күрестен Қарабура дейтін балуанымыз бар. Нарбай Бауыржан дейтін жаңағы дүниежүзілік үлкен Қазақстанның намысын қорғап жүрген азаматтар бар. Содан кейінгі барып жаңағы ереже жекпе-жектен Шыңғыс Қайранов, Руслан Сариев деген, Жеңіс Қайранов дейтін әлі де өтіп келе жатқан резервтер бар, артынан көтеріліп келе жатқан. Осы спорттың іргетасын қалауда осы ағамыздың еңбегі зор. Енді өмірде біздер кездескен кезде ағамызға көптеген сұрақтар қоямыз. Менің бір енді есімде қалғаны, ағамызға спорттың қандай түрімен айналысқан жақсыға, қай спорттың төресі деп айтуға болады деген кезде ағамыздың айтқаны, спорттың атасы жеңіл атлетика, жүгіру керек. Жүгірген адамның ағзасы, бойы, денсаулығы аяғына байланысты деген, сондықтан жүгіріп тұруға кеңес берген. Ағамыздың сол кеңесін орындаудамыз. Біз де жастарға бүгінгі таңда сол өзіміздің ағамыздан естіген кеңестеріміз беріп отырамыз. Енді ағамыз туралы көп нәрсе айтуға болады. Шындығында енді қазір осы Қазақстан цифровизация дейтін бағдарлама қабылданды. Сол цифровизацияның біздің аудандағы алғашқы қарлығаштардың бірі деп айтуға болады. Себебі жаңағы екі колледж құрылған кезде сол жерде информатика пәні мұғалімі, жаңашылдықты жақсы көретін, жастармен де жақсы тіл табысатын кісі, бойында сондай бір керемет қасиеттер бар. Енді көптеген өзінен кейінгі аға бола білген, өзінен кейінгі жеткіншектерге. Содан кейін енді жанұясында үлгілі спортшылар, жанұясында да ұл қыз тәрбиелеген Сәния апамыз екеуі. Осы мен Пермебай ағамыз маған тікелей сабақ бермегенмен, енді жаңағы үйдегі апайымыз, менің алғашқы ұстаздарымның бірі. Мектепте осы білім берген бізге, сондай жанұя.
айтсаңыз. Жалпы ауданның биыл 50 жылдығы, Бейнеу селосының 60 жылдығы, бұған дайындықтарымыз бар. Енді бұрын соңды 50 жылда бізде ауданымызға энциклопедия шықпаған. Соны энциклопедияны жазуға қазір сол редакция құрылды. Төрағасы бар, ішінде мүшелері бар. Сол азаматтарды қазір осы ауданның 50 жылда жаңарып, осы ел болып, бұрын соңды енді осы Бейнеу селосының басында баяғы 98-99 жылы 17 мың халық тұрған болатын болса, осы Бейнеу селосы бүгінгі таңда Қазақстанда ең үлкен ауыл дейтін атағы бар. 57 мың халық тұрады осы Бейнеу селосында. Ауданда жалпы 73 мың халық бар. Аудан орталығы Бейнеу селосын қосқанда 10 елді мекен бар. Сол халық енді бар байлығымыз біздің енді ең бірінші осы халықтың ең бірінші атап өтетін ерекшелігі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан елді мекен. Көптеген енді қоғам болып, билік болып, бизнес болып, бірігіп атқарып жатқан ауданның басында шаруалар өте көп. Соның ішінде жаңа спорттық инфраструктураны дамыту. Бізде мектептің түлектері жаңа үлкен футбол ойнайтын алаңшалар бар. Жаңағы футболға келетін болса, енді аудан жалпы 50-ге жуық футбол командасы бар. Аудан осы Бейнеуге қарасты. Бәрде әрдайым осы қайырымдылық жарыстар, болмаса ауданішілік турнирлер өткізіліп тұрады. Соның ішінде былтырдың өзінде осы облыстағы бірінші лигада чемпион атанып, содан кейінгі барып енді қазіргі жоғары лигада өнерін көрсетіп жатыр. Қадамдар жаман емес. Осы 2023 жылда жақсы нәтиже көрсетті деген ойдамыз. Енді ағамыз спорт жолғасымен спорт саласын қозғап атқан, енді осы спорттың іргетасын қалаған ағалардың бірі. Сондықтан енді спорт саласын жақсы меңгерген ол кісі енді сол әрдайым осы спорт саласын, спорт енді жалпы тәні саудың, жаны саудың тәні сау деп отырады ғой енді. Сол біздің жанымыз сау болу үшін спортпен шұғылдануымыз керек. Ар жағында спорт деген бір үлкен өзіндік бір әлем. Сол жерде жастар өзіндік орын тауып отыр. Енді ағамыз 85 жасқа шығып жатыр. Енді ол кісі ауданда әртүрлі шарадан қалмайды деп атап өттім. Ол ар жағында Алла тағаланың берген өзінің күші, мына энергиясы деп есептейміз. Әрдайым кездескен кезде ол жастарға да, үлкендерге де өзінің кеңесін беріп отырады. Сондықтан ағамыз енді қартайдым деп отқан жоқ. Әлі де қоғамдық іс-шараларға араласа беруін қалаймыз. Ол үшін Алла тағала ағамызға осындай денсаулық, күш қуат бере берсін. Апайымыз екеуі аман сау бала шағасын қызығын көре берсін. Өзінің бойынан, тұла бойынан өсіп өнген ұл қыздары аман болсын. Осы аталарын дәріптейтін ұрпақ ары қарай жайла берсін. Немерелер, шөберелерді көріп отқан аталарымыз. Енді бар жақсылық тілеймін. Пермей ағаға жасы ұзақ болсын. Әлде сіздің бізге береріңіз өте мол, көп деп айтуымызға болады. Сондықтан енді қариясы бар, елдің қазынасы бар дейді ғой. Осы қазыналарымыз осы аман болсын, қасымызда тағы ұзақ жүруіне тілектестік білдіремін.